Саламатсыздар ма оқушылар, бүгінгі сабағымызда 79-шы сабақ есептер шығару. Бірінші тапсырмаға оралайық. Бірінші тапсырмада шатырдың массасы 10 килограмм, ал ұйықтайтын қаптың массасы 3 килограмм. Осы есеп бойынша шарттарын құрып, есеп құрастыруымыз керек. Бірінші ұйықтайтын қап 3 килограмм болса, шатырдың қанша килограмм екені белгісіз. Бұл есепті біз мынау сұлбаларға қарап құрастырып отырмыз, бірақ шатыр ұйықтайтын қапқа қарағанда 3 килограммға артық салмағы. Артық десе біз қосу амалын қолданамыз. Енді біз шатырдың салмағын табайық. Ол үшін 3-ке қосамын 7-ні тең 10 килограмм шығады. Жауабы шатырдың массасы шатыр 10 килограмм. Келесі екінші сұлбаға қарап есеп шығарайық. Шатыр 10 килограмм екені белгілі болды. Енді ұйықтайтын қаптың салмағы белгісіз, бірақ ол шатырға қарағанда салмағы 7 килограммға кем. Кем десе азайту амалын қолданамыз. 10-нан 7-ні азайтамын, тең 3 килограмм болды. Демек, ұйықтайтын қап салмағы 3 килограмм деп жазамыз. Келесі екінші есеп. Сурет бойынша есептер құрастырып, олардың біреуін шығар. Кері есеп құрастыр. Бірінші есептің шартын жазып алайық. Мынаны А пунктіндегі, мынаны Ә пунктіндегі, мынаны Б пунктіндегі, мынаны В пунктіндегі есеп деп белгілеп алдым. Енді сол бойынша А пунктіндегі есепті шығарайық. Жалпы сөмке болды 7 килограмм. Оған тағы 3 килограмм салынды. Жалпы екеуінің массасы қанша болды? Ол үшін екеуінің салмағы қанша болды? 7-ге 3-ті қосамын 10 килограмм. Демек, екеуі қосылып 10 килограммды береді. Ә пунктіндегі есепті шығарайық. Жалпы өзі 10 килограмм еді. Одан 3 килограмм жамылғаны алып тастады. Сонда сөмкеде қанша килограмм зат қалды? Ол үшін 10-нан 3-ті азайтамыз, 7 килограмм болды. Жауабы сөмкеде 7 килограмм зат қалды. Келесі, үшінші Б пунктіндегі есеп. Жалпы өзі 10 килограмм сөмке еді. Оны болды 10 килограмм дедік. Одан алынып тасталды 5 килограмм. Сонда сөмкеде қанша килограмм зат қалды? Ол үшін 10-нан 5-ті азайтамыз. Тең 5 болды. Сонда қалды 5 килограмм деп жазамыз. Қалды 5 килограмм. Келесі соңғы есеп. Жалпы сөмкенің өзі 8 килограмм еді. Оған тағы 2 килограмм ыдыс салдық, Сонда жалпы екеуі қанша килограмм болды? Жауабын табу үшін екеуін қосамыз. 8-ге 2-ні қосамын, сонда 10 килограмм болды. Жауабы барлығы 10 килограмм деп жазамыз. Бірақ жалпы оқушылар, мен бұл есептерін шығару жолдарын мен сендермен бөлісіп отырмын. Тек сендер осының ішіндегі бір есепті ғана жазасыңдар, себебі біреуін ғана шығар деген. Мен мысалға бірінші есепті жазып, соның кері есебін шығаратын болсам, онда осыған кері есеп шығарайық. Барлығы 10 килограмм, енді 3 килограмм, ол жерде 7 килограмм қалса, біз неше килограмм затты алып тастадық. Ол үшін 10-нан 7-ні азайтамыз, сонда 3 килограмм. Сонда бұл сөмкеден 3 килограмм зат алынды деп жазамыз. Бұл бізде кері есеп еді. Келесі тапсырма. Досыммен жорыққа шықпақшы едім, бірақ мен одан 10 килограмм осы заттардың ішінен таңдап алуым керек. Енді осы заттарды жинап, массалары 10 килограммнан аспайтындай етіп таңдап алуым керек. Ол үшін мен мысалға 2 килограммдық мына балық аулайтын ауды алдым. Және 3 килограммдық мынау картопты алдым. 1 килограммдық жастықты алдым.
Жоқ, 1 килограмм куртка керек бірінші. Одан кейін тағы 1 килограмм аяқ киім керек. Одан кейін 3 килограммдық не одеял керек, не ұйықтайтын қап керек. Екеуінің біреуін таңдап алдық. Мен одеялды алдым. Демек, осылардың барлығы менде 10 килограмм шықты. Міне осылай бірнеше тәсілді өзің де қарап көрсең болады. Келесі тапсырма есепте дейді. 100-ден 30-ды азайтамыз. 70 қалады, 70-тен 70 азайтамыз. 0 шығады. 70 азайтып 70 тең 0. Келесі 90-нан 20-ны азайтамын. 70 болады. Оған 30-ды қосамын. Мәні 100-ге тең. Келесі 80-ге 10-ды қосамын. 90. 90-ға тағы 10-ды қосамын. Мәні 100-ге тең. Келесі 100-ден 50-ді азайтамын. 50 болады. Ол 50-ге тағы 50-ді қосамын. Мәні 100-ге тең болды. Келесі 60-ға 10-ды қосамыз. 70 болады. 70-ге 20-ны қосамын. 90 болады. 80-ден 80-ді азайтамын. 0 болады. Оған 50-ді қосамын. 0-ге 50-ді қосса, мәні 50-ге тең. Соңғы тапсырма. Қайық 100 килограмм жүкті көтереді, оған кімдер отыра алады? Бұл жерде бірнеше нұсқаны қарастыруға болады. Мысалға, әкесімен үлкен баласын алсақ, олардың салмақтары 70 және 30 екен, екеуі 100 килограммды құрады. Келесі анасын, баласын және қызын отырғызуға болады. Олардың салмақтары қосылып 100 килограммды береді. Және үшінші нұсқа бар, ол әкесі, қызы және күшігі. Бұл үшеуі қосылып 100 килограммды береді екен. Сонымен, оқушылар, бүгінгі сабағымыз соңына келіп жетті. Назар салып тыңдағандарыңа рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңдар.